Қазіргі уақытта Шел аудандық сотында заман талабына сәйкес Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 950 бабының бірінші бөлігінде көзделген заңдар мен немесе мәмілелерсіз құқықтық қатынастарсыз иеленген мүліктерді қайтару туралы талап қойылып көбейген. Аталған талап қойлар бойынша тоқталып кетсек, былтыр Шел аудандық сотында 7 азаматтық іс негізіне қаралып аяқталса, қазіргі уақытта негізсіз байылым салдарынан иеленген мүлікті қайтару туралы талап қойылар 2025 жылдың қазіргі күнгі 11 ақпанына дейін мүлік түскен істің саны былтырғыдан ұлғайып отыр. Бұған себеп болып отырған талап қоюшы мен жауапкердің арасындағы ешқандай мәмілесіз, құқықтық қатынастарсыз мүлікті иеленіп алу жағдайына туындап отыр. Аталған негіздер бойынша сот отырысында негізінде алабарыстар қысқартылған іс жүру тәртібімен қаралып, ал дау туындаған жағдайда бұл азаматтық істер негізіне қарау үшін тағайындалып шешім қабылданған. Бұл негізінде талап қоюшы мен жауапкер арасында қандай да бір мүліктің ескі түрде мәміле негізсіз иеленіп алған мүлікті қайтару болып табылады. Яғни талап қоюшы өзінің есепшотынан, жауапкердің есепшотынан негізсіз аударылған ақшаны талап етуге толық құқысы бар. Егер жауапкер қандай да бір сол аударылған, яғни иеленген мүліктің құқықтық қатынастарсыз түскенін дәлелдей алмаса, бұл ақшаны толық қайтаруға міндетті. Жалпы осы сот отырысында қаралған азаматтық істерден түйгеніміз бұл жауапкерлер өздерінің есепшоттарын бөгде үшінші тұлғаның пайдалануына беріп, ақыр аяғында өзінің есепшотына ақша қайдан түскенін білмейді, сол ақшаны одан кейін басқа да үшінші тұлғаларға аударып кетеді. Негізінде жауапкер егер өзіне ешқандай мәмілесіз түскен ақша болса, ешқандай құқықтық қатынастарсыз түскен ақшаны анықтаған болса, бұны дереу сол қай банктың есепшотынан түсті, сол банкке хабарласып, ақшаны дер кезінде қайтарып беру жөнінде әрекет жасауға міндетті негізінде. Ал біздің қазір сотқа түсіп жатқан жағдайда талап қоюшы жауапкерлер ешқайсысы бұндай әрекет жасамайды. Одан кейін ол ақша басқа үшінші адамның есепшотына аударып кеткен. Негізінде аталған санаттағы азаматтық істерді қарау барысында түйгеніміз бұл бірінші кезекте бұл ішкі істер органдарында аялайыққа қатысты қылмыстық істерде әлеуметтік жағынан аз қамтылған азаматтарға қатысты, яғни өздерінің есепшоттарын басқа үшінші тұлғаларға пайдалануға беріп, ақыр соңында өздерінің есепшоттарына қандай ақша түскен, ол ақшаның қай жаққа аударылған жөнінде білмей, осы сотқа түскен жағдайын, сотқа түскен уақытта, талап түскен уақытта біліп жатқан жағдайлары бар. Негізінде аталған негізсіз байу жөніндегі талап арыздар бойынша істер қозғалып, талап қоюшылар жәбірленуші ретінде танылып, сол талап қоюлар негізінде сотпен сот шешіміне қанағаттандырып жатыр қазіргі уақытта.